Ананас несімен пайдалы? Бұл тропикалық жемісті кез келген тағамға қосып жеуге болады. Ол тағамдық құнарлығы бойынша көптеген басқа жемістерден кем түспейді. Енді оның пайдасына келсек, ас қорытуға көмектеседі. Ананас құрамындағы талшық пен бромелайн ас қорыту функциясын жақсарту үшін бірге жұмыс істейді. Ал бромелайн асқазанның шырышты қабығындағы қабынуды азайтуға көмектеседі. Серотонин деңгейін жоғарылатады. Ананас құрамында амин қышқылы, триптофан көп мөлшерде бар. Бұл амин қышқылы көңіл күйді көтеретін маңызды нейротрансмиттерлердің бірін шығару үшін қолданылады. Сүйектер мен буындардың денсаулығын жақсартады. Шикі ананас құрамында марганецтің үлкен мөлшері бар. Бұл остеопорозы бар науқастарда сүйек жоғалуын болдырмауға көмектеседі. Сонымен қатар басқа қоспалармен бірге марганец остеоартритпен ауыратын науқастарда ауырсынуды азайтуы мүмкін. Тезірек сауығуға көмектеседі. Адамдар мен жануарларға жүргізілген зерттеулер бромелайнды жергілікті қолдану терінің күйіктерін емдеу процесін жеңілдететін көрінеді. Кейбір зерттеулер сонымен қатар бромелайнның жұмсақ тіндердің жарақаттары үшін пайдалы болуы мүмкін екенін көрсетеді. Әсіресе жаттығулардан және көгергеннен кейінгі бұлшықет ауруы иммунитетті арттырады. Туралған ананас бір кесе С дәрумені қажеттілігінің 131%-ын қамтамасыз етеді. Ол иммундық жүйені көтеріп қана қоймайды, сонымен қатар денеңізге коллаген түзуіне көмектеседі. Бұл теріңіздің, буындарыңыз бен бұлшықеттеріңіздің денсаулығы мен серпімділігіне жауап беретін ақуыз. Антиоксиданттермен байытылған. Олардың құрамында флавоноидтардың көп мөлшері бар. Бұл қосылыстар демікпеден жүрек ауруына дейінгі бірнеше созылмалы аурулардың қаупін төмендетеді. Ал сіз ананасты жиі жейсіз бе? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.